Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен диқан тақырыбында диктант жазатын боламыз. Қазір мен сендерге мәтінді толық оқып беремін. Одан кейін әрбір сөйлемді жеке-жеке оқып, мұқият тыңдап отырып, қатесіз сауатты жазатын боламыз. Диқан. Нан астықтан алынады. Астықты өсіретін адам диқан. Ол жыл бойы тыным таппайды. Көктемде жер жыртады. Жерге дән себеді. Дәннен егін көктейді. Диқан жаз бойы егінді баптайды. Күзде піскен егінді комбайнмен орады. Масақ толы дән қырманға тасылады. Егінді жинауға оқушылар да көмектеседі. Диқанның еңбегі бағаланады. Ал енді балалар, ыңғайланып отырыңдар. Диктантты сауатты, таза жазу үшін сендердің ыңғайлы отырғандарың маңызды. Олай болса, бастаймыз. Нан астықтан алынады. Нан астықтан алынады. Астықты өсіретін адам диқан. Астықты өсіретін адам диқан. Ол жыл бойы тыным таппайды. Ол жыл бойы тыным таппайды. Көктемде жер жыртады. Көктемде жер жыртады. Жерге дән себеді. Жерге дән себеді. Дәннен егін көктейді. Дәннен егін көктейді. Диқан жаз бойы егінді баптайды. Диқан жаз бойы егінді баптайды. Күзде піскен егінді комбайнмен орады. Күзде піскен егінді комбайнмен орады. Масақ толы дән қырманға тасылады. Масақ толы дән қырманға тасылады. Егінді жинауға оқушылар да көмектеседі. Егінді жинауға оқушылар да көмектеседі. Диқанның еңбегі бағаланады. Диқанның еңбегі бағаланады. Ал балалар, міне диктантымыз аяқталды.
Қазір өздерің жазған мәтінді мұқият оқып шығыңдар. Мен сендерге осы мәтіннің толық нұсқасын ұсынатын боламын, яғни өздеріңнің жазған жұмыстарыңды өздерің тексеріп, өздерің бағалайтын боласыңдар. Барлықтарыңа сәттілік тілеймін, балалар.